Сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге астарлы бомбердің тігілу жолдарын көрсетемін, мастер-классын. Сабақ 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде біз выкройкамызға өзгерістер енгізіп, астарын жинаймыз, ал екінші бөлімде үстін және астарын қосамыз. Міне астарымызды тігіп болдық. Пока қазір бұны шетке қоя тұрамыз. Енді үстін жинаймыз бомберіміздің. Артқы бой мен алдыңғы бойды бір-біріне оң қаратып, иық тігістерін тігіп шығамыз. Енді қолтық ойындысына жеңімізді қондырып шығамыз. Қолтық ойындысына жеңді қондырған кезде бізде мына көмекші нүктелер, контрольдық нүктелер бар. Солардың көмегіменен дәл осылай жинап шығамыз. Осылай булавканың көмегіменен жеңімізді қолтық ойындысына қосып шығамыз. Немесе көктеп шықсаңыз да болады. Міне, булавкаларымызбен қосып алдық. Енді осы 1 сантиметрлік тігіске берген қосымшамызбен тігіп шығамыз. Дәл солай екінші жағымызбен де тігіп шығамыз. Астарымызды жинаған секілді, бұны да міне жең және жан тігістерімізді түзуден тігіп шығамыз. Міне біз тіктік жеңін және жан тігістерін. Енді манжеттерімізді дайындап аламыз. Міне қол манжетімізді екіге бүктеп, осылай түзуден тігіс түсіреміз. Және де мына етек манжет менде 2 бөлік болды. Негізінде 1 бөлік болу керек, қайырылған. Менде мата жетпегендіктен 2 бөлік болды. Соны да қосып тігіп аламын. Тігіп алған соң екіге бүктеп, қақ ортасынан үтіктеп шығамыз. Дәл осылай. Етек манжетімізбен де солай істеп шығамыз, үтіктейміз. Сосын мен қол манжетке кішкене резинка қоям ортасына, кішкене жиналып тұру үшін, ондай қатты жиналуы қажет жоқ. Міне осындай кішкене ғана резинка қоюым. Қоймасақ та болады, негізі резинка. Осылай өлшеп аламыз, 2 манжетімізге де өлшеп аламыз. Резинкаларымызды өлшеп қиып алған соң, өз ара екеуін осылай тігіп шығамыз, қосып тігіп шығамыз. Тігіп болған соң, манжетіміздің ортасына қондыру керек біз резинкаларымызды. Ортасына қойып, резинкамызды осылай шетінен көктеп шығамыз.
екі манжетімізді көктеп алдық. Енді бұл манжетімізді біз жеңімізге қондыру керекпіз. Ол үшін жеңдегі тігіспен манжеттегі тігісті бір-біріне қаратып, осылай айналдырып тігіс түсіреміз. Міне манжетімізді де тігіп алдық, жеңімізге қосып. Көктеген жіптерімізді енді алсақ та болады, қажет емес. Дәл солай екінші жеңімізді манжетке қосып шығамыз. Енді бомберіміздің етегіне манжеттерін тігеміз. Мына бүктелген манжеттің бір ғана жағын осылай міне оң жағына қаратып түзуден тігіс түсіреміз. Астарымызды теріс қаратып аламыз. Міне үстіңгі бөлікпенен астарымыздың мойын ойындыларын қосып, түзу тігіспен тігіп шығамыз. Астарымызбен негізгі бөліктің мойын ойындыларын қосып алдық. Енді астар жағымызға артық тігісті, қалған тігістің қалғанын астар жаққа қаратып, припускты қаратып, астар жағымызға үстінен 1 мм ара қашықтықта декоративтік тігіс түсіреміз. Декоративтік тігісімізді түсірдік. Енді жақсылап мойын ойындымызды осылай түзулеп, үстінен пармен үтіктеп шығамыз. Пармен үтіктеп алдық. Келесі істейтініміз бұл иықтарымыз. Астардың иығы менен негізгі бөліктің иықтарын бір-біріне қосып, кішкене ғана тігіс түсіреміз, немесе қол тігіспен де тіксеңіздер болады. Тігістеріміз не үшін керек? Киіп шешкен кезде астарымыз былай шешіліп ойналмау үшін міне біз тігіс түсіріп алдық иығымызға. Енді жеңдерімізді қосып аламыз астармен. Манжетімізді ішке қарай, оң жаққа қарай, ішке қарай қайырып, астарымыздың тігісін манжеттегі тігіспен сәйкестендіреміз. Оң жақтарын астарымыздың оң жағымен көріп тұрғаныңыздай, сонда негізгі мата менен астарлы матаның ортасында қалады манжет, және де жеңіміз айналып кетпеу керек. Соған да мән беріңіз. Тіккен кезде түзулеп тігуіңіз керек.
астарымыз бен манжетти енді қосып тігіп аламыз. Енді сылдырмамызды бомберімізға тігіп шығамыз. Ол үшін манжеттің қақ ортасынан мойын ойындысының біткен жеріне дейін тігеміз. Артық жерін қиып алып тастаймыз сылдырмамызды.
сылдырмамызды тігіп болған соң, міне астыңғы манжетімізді енді екіге қосып тіксек болады. Тек қана тіккен кезде подбордқа дейін, подбордтан подбордқа дейін ғана тігеміз. Манжеттерімізді қосып алдық. Енді бұйымымызды оңға қарай айналдырамыз. Міне жеңімізде кішкене ғана тесік қалдырған болатынбыз. Соның көмегімен оңға қаратып аламыз. Оңға қаратқан соң жеңдегі кішкене сол жаңа тесігімізді қолмен көрінбейтіндей етіп тігіп тастаймыз. Мінекей менің астарлы бомбер курткам дайын болды. Сіздер де тігіп көріңіздер. Менің мастер-классым көмегімен түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазып сұраңыздар. Дәл осы белдемшенің мастер-классын мен описанияға қоямын ссылкасын. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.